Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Біздің видео мастер-классымызға қош келдіңіздер. Бірінші осы мастер-класс видеосында сіздер қандай ақпарат ала аласыздар? Бұл видеоны көргенде сізге қандай пайдасы бар? Сол туралы айтып кетейін да. Бұл видеоны көргеннен кейін дәл қазіргі уақытта неге сізде ақша жоқ? Енді ақша жоқ дегенде ақша бар болуы да мүмкін, бірақ именно сіздің арман мақсаттарыңызға жететіндей сіз өзіңіз қалаған ақша неге қазір сізде жоқ? Неге сіз бір потолокқа келіп тіреліп қалдыңыз? Яғни егер де сіздің қазір табысыңыз 0 болса, немесе жаңағы 5-6 айдан болсын, 1 жылдан бері болсын, тек бір зарплата, табысыңыз бір ғана суммадан өспей жатырған болса, сіз бір потолокқа келіп тіреліп қалдыңыз деген сөз. Сіз өсуде емессіз да. Осының барлығы сіздің қандай қателігіңізден болып жатыр? Жалпы бұл өмірге келгендегі сіздің миссияңыз қандай? Қандай әйелдерге Алла тағала байлықты береді? Осының барлығын білгілеріңіз келсе, және А точкасынан қалай Б точкаңызге жетуге болады? Табысты әйелдердің 5 этабы және сол А точкадан Б точкаға жеткізетін нақты инструменттерді толықтай осы видеода біліп кететін боласыздар. Енді мен айтамын, осы видеоны міндетті түрде басынан аяғына дейін көріп шығыңыз. Өйткені көп сізді мазалап жүрген сұрақтарыңыздың жауабын алып шығатыныңызға мен кәміл сенімдімін. Және де осы видеоны көргеніңіз үшін мен сіздерге сыйлық дайындап қойдым. Бірінші сыйлығымыз осы видео барысында, басында, ортасында және аяғында 3 құпия сөз айтылатын болады. Осы 3 құпия сөзді ұмытып қалмай өзіңізге дәптерге жазып алып отырыңыз. Және осы видеоны WhatsApp-қа, бізге WhatsApp номер беріледі, сол WhatsApp номерге 3 құпия сөзді айту арқылы сіз менің авторлық онлайн сату деген курсымды тегін алу мүмкіндігі бар. Онлайн сату курсы жалпы кімдерге арналған және одан не үйренесіз? Яғни сіз сетевик болсаңыз да, қызмет саласы, немесе сауда саласы, осы 3 салаға направление беріледі. Инстаграмда қалай сату керектігін үйретеміз. Яғни сториспен сатылым жасаудың 3-4 құпиясы, пост арқылы сатылым жасаудың 3-4 құпиясы, тікелей эфирмен қалай сатылым жасаймыз. Мен өзім көбінесе эфир арқылы сатылым жасайды екенмін, және соның құпиясын айтатын боламын. Одан кейін барып аудиторияны жылыту. Біз қалай аудиторияны сатылымға дайындауымыз қажет. Және клиент всегда ойланамын, алғым келмейді, ақшам жетпейді деген сияқты қарсылықтар айтып жатады да. Сол қарсылықтармен біз қалай жұмыс жасауымыз қажет. Және клиент өзі ойланып тұрған кезде, ол клиентті ұстап қалу үшін және клиентке сенімділік беру үшін қалай біз триггер акция қосып сатуымызға болады. Және отказдан көбісі қорқады негізі. Маған келетін әйелдердің көп бөлігі отказдан қорқады. Сол отказдан қорқпау үшін қандай техника жасаймыз? Осының барлығын мастер-класс видеосын басынан аяғына дейін қарайтын болсаңыз, тегін беремін. Және бұнымен сыйлық біткен жоқ, бұл бірінші сыйлық. Екінші сыйлығымыз бар. Екінші сыйлығымыз ол тегін разборға жазылу. Яғни шарты осы видеоны толық саналы түрде тыңдап, өзіңізге қазір видео барысында біз әйелдердің дамуының 5 этабын көрсетеміз ғой. Сіз өзіңізді анықтайтын боласыз. Мен қай этапта жүрмін? Және қай этапта мен қай проблемада жүрмін? Яғни сіз өзіңіз неге даммай жатырғаныңызды, неге сізге ақша келмей жатырғанын, проблеманы осы жерде анықтайсыз сіз. И инсайт аласыз да, мынау точно ғой, мынау осылай ғой деген сияқты. И соның барлығын сіз ойыңызға инсайт келген уақытта міндетті түрде бірден жазып алып отырыңыз. Қазір барыңыз да, дәптер қаламыңызды алып келіп, қай проблема сізде кездеседі, соның барлығын жазып алып отыру керексіз. Өйткені сізге разбор жазылған кезде, ол разбор этап тегін. Сол разбор өткен кезде біз сізден сұрақ қоямыз. Осы видео барысында қай проблема сізге кездесті деп. Именно сіздің случайға біз керемет сізге өзіміздің кеңесімізді беретін боламыз. Және видеоны толық қарау, және осы видеоны сіз YouTube каналымыздан көріп отырсыз. Осы YouTube каналымыздағы видеоға лайк басып, астына комментарий жаза кетсеңіз болды. Яғни комментарийге
қандай инсайт алғаныңызды жаза кетсеңіз, біз қуана сізді разборға жазатын боламыз. Енді бізде тағы да бұнымен қойған жоқ, үшінші сыйлығымыз бар. Үшінші сыйлық, егерде енді осы сізге мастер-класс ұнап, сізге кәдімгі керемет инсайттар берген болатын болса, соңында сіз сол инсайтыңызды өзіңіздің инстаграм парақшаңызға жазып, сторисіңізге менің Шырын Мәлікқызы деген инстаграм парақшамды белгілейтін болсаңыз, как только белесіз, сізге автоматты түрде ораторлық курс тегін беріледі. Ораторлық курс білесіз, қазіргі таңда сізге ауылдай қажет, өйткені ақша келетін әрекеттердің барлығын жасау үшін сіз кәдімгі тіліңіз сайрап, өзіңізге сенімді болып сөйлеу керексіз. Болды, енді біздің мастер-классымызды осымен бастаймыз. Осындай 3 сыйлығымыз бар. Енді тағы да мастер-классымызды бастайын десем, ол жерде енді прям күшті ақпаратқа сүңгіп кіріп кетеміз да, шыға алмай қаламыз да. Енді оны сол кіріп кетпес бұрын мен өзім таныстырып жіберейін, рұқсат болса. Қысқаша таныстырамын, историямды айтып отырмаймын. Мен Шырын Мәлікқызымын, 92-ші жылғымын да. Негізгі менің өзімнің мамандығым бухгалтер және финансист, 2 дипломым бар. Қызылға бітірдім. Одан кейін енді өмірдің ағымымен, мен Алланың қалауымен деп айтайын, SMM мамандығын меңгерген болатынмын. Маркетология саласында 4 жылдық тәжірибесі бар маркетолог, SMM маманымын. 4 жылдық тәжірибем бар. Одан кейін тағы да Алланың қалауымен мінеки психолог, коуч және сюцай мастері атағында алдым. Енді қазіргі таңда мен психолог, коуч болып жұмыс жасап жүрмін. Осыған дейін енді мен осы инфобизнес саласында 5,5 жыл уақыт болыпты. Осы 5,5 жылдың ішінде мен өзімнің 8 авторлық курсым бар. Осылайша қысқаша таныстырып өтейін. Қазіргі таңда табысым жақсы, миллионермін, айтарым көп сіздерге. Дәл қазіргі уақытта мышление экспертімін, яғни тек қана әйелдерге ғана сабақ беріп жүрмін, және сол әйелдердің табысын неге арттырмай жатыр, қай жерде ода кедергі болып жатыр, соны анықтап, ол кісілерге жол көрсетіп жүрген жайым бар. Мінеки енді танысып алдық. Осы 5,5 жыл инфобизнесте жүрмін ғой. SMM маманы атағын алдым, сертификат алдым да. Көп SMM мамандары қатысты осы байқауға, соның ішінде осы мен жеңіп алдым. Одан кейін ең үздік инфокәсіпкер атағын алдым, мына жерге салып қояйын. Одан кейін қаншама осы Ақтөбе қаласы бойынша телевиденияларға шықтым, шақырту алып, әртүрлі ақпараттарды қозғаған болатынбыз. Сосын осы Ақтөбе қаласында кәсіпкерлердің арасында Ақтөбе клаб деген жоба бар ғой. Сол жобада именно көптеген кәсіпкерлердің арасында, ол жерде енді біздің Ақтөбеге танымал мықты жаңағыдай Манты Аджанат, Самал Кейкс деген сияқты қатысты ғой, барлығы ең үздік мобилограф, фотограф деген сияқты. Соның ішінде мен прорыв года номинациясын алған болатынмын. Осындай керемет жетістіктерім бар. Және осыған дейін мен өзімнің біліміме өте көп инвестиция салып, өте көп ұстаздардан білім алған маманмын. Енді ары қарай өзім таныстырып болдым. Енді біздер сіздермен неге сіз бұл жердесіз, соны анықтап алайық да. Енді маған жалпы жеке кеңестер көп өткіземін, мастер-класстар көп өткіземін. Сол кезде әйел адамдар келеді, запросыңыз қандай деген кезде мен көп ақша тапқым келеді. Арман мақсаттарыма жетуім үшін маған сол неге ақша келмей жатыр? Неге мен бір орында тұрып қалдым? Мен өте көп ақша табуым үшін қолымнан келгеннің барлығын жасап жатырмын деген запроспен келеді. Мына мастер-класс видеосында сіз еріккеннен уақытыңыз арнап, бостан-босқа қарап отырған жоқсыз. Жарнаманы көріп, қой мен өсейін, өнейін, табысын арттырайын, мықты маман болайын деген сияқты бір ниетіңіз бар да іште. Бай қуатты өмір сүргіңіз келеді. Яғни, бірақ алайда оның барлығын қазірден бастамайсыз да. На самом деле ақша ол сіздің энергияңызға келеді. Ақша ол сіздің ішкі состояниеңізға келеді. Бірақ көп әйелдердің негізгі проблемасы ол мен көп ақша тапсам,
бақытты болар едім, күліп жүретін едім, ақшамды анандай бітіп қалады деп андай бітіп қалады деп экономдап жүрмей, жаңағыдай өзімнің міне 2 көйлек тұрады да, мынау менің ұнатып тұрған көйлегім, ал мынау мен акциямен тұрған көйлек та, мен постоянно ақшам бітіп қалады деп үнемі акциямен тұрғанда алам деп айтады да, жаңағыдай өзімнің қалауымды алғым келеді. Ол жерде мынау арзаны тұрғаны қайсысы, бағасына қарамай, мен өзімнің қандай дүкенге барып болса да, мен өзімнің қалауымды акцияға тұрғанына қарамай, өз бағасына өзімнің ұнатқанымды алғым келеді деп айтып жататындар бар да. Ақша бітіп қалады деген қорқынышпен өмір сүргім келмейді. Үйге барған кезде, холодильнигімді ашқан кезде, мен қалған фрукты, мен қалаған тағамдар тұрғанын қалаймын. Айтқым келмейді, холодильник пустой, ол үшін жұмыс жасау керек болды ғой деп қиналып жұмыс жасағым келмейді. Жұмысымды да махаббатпен, клиенттерімді жақсы көріп, клиенттерімнің қандай проблемасын шешетінімді біліп та, оған шынайы көмектесіп жатырғанды сезінгім келеді. Бірақ оның барлығын, наверное, көп ақша тапқаннан кейін барып сондай болады шығармын деген синдром отложенной жизни деген өмірмен сүріп жатыр да. Яғни мен көп ақша тапсам ғана автобуспен қыстырылып жүрмей, онша емес таксилерге мініп жүрмей, өзімнің қалаған көлігімді алар едім. Көп ақша тапсам, мен өзімнің армандаған үйіме қол жеткізер едім. Қазіргі үйімнің даже тазалығына, заттарды орын-орнына қойып қоюына да менің уақытым болмай жатыр. Өйткені менің тапқан табысым тек кредиттерімді жабуға және осы айдың шығынын жабуға ғана жетіп жатыр. Арман мақсаттарыма қашан қол жеткіземін, қалай жетемін деп мен қазіргі таңда ізденіп жүрген жайым бар. Бірақ үнемі кедергілер, алдымнан бір кедергілер шыға береді. Соны жеңе алмай жүрмін деп ізденіп жүрген жан боларсыз деп ойлаймын. Яғни айына бір рет жаңағыдай шетелге шығар едім, жұмысымды от души қиналмай беріліп жұмыс жасайтын едім. Инстаграмға не айтам мен, қойшы құрсын, не түсірем демей, менің өзімнің салам бойынша айтарым көп болар еді. Өйткені өзімнің ақша тапсам біліміме инвестиция құяр едім. Өзімнің салам бойынша шетелден ақпарат әкеліп, өзім сияқты мамандарға білім берер едім. Тренингтер өткізер едім, бизнес завтрактар өткізер едім, мықты оратор болар едім, өзімнің сыртқы бейнеме мән беретін едім деп армандарымыздың барлығын, якобы сондай біз армандаймыз, ата-ана бауырларыма сыйлық алып бергім келеді. Олардың үйіне барғанда үлкен-үлкен сыйлықтарды апарып бергім келеді, қуантқым келеді. Балаларымның барлық жағдайын жасар едім. Ақша табам деп жүргенімде балаларымның қалай өсіп кеткенін білмей жатырмын, шын ханым деген сияқты әйелдер келеді. Енді бұның барлығы сіздің әрине арманыңыз. Данный момент ақшаңыз тіпті денсаулығыңызды, тіпті тісіңізді қарауға да, қаратуға да жетпей жатырған болуы мүмкін. Денсаулығыңызға витамин алып ішейін десеңіз де одан артылмай қалуы мүмкін. Ничего, бұның барлығын шешетін боламыз да. Енді яғни сізде сізге жұмысыңыз ұнамаса да, курс оқу ұнамаса да, даму ұнамаса да, жаңағыдай енді сіздің егерде жолдасыңыз күшті табыс табатын болса, кейбір әйелдер бар, егерде жолдасы күшті табыс табатын болса, ондай жұмыс жасауды ондай қатты ойламайтын. Бірақ кейбір әйелдер бар, жолдасы жақсы жұмыс жасаса да, жасамаса да, жоқ, мен өзім бай боламын, менің миссиям анық, мен табысты әйел болғым келеді, миллионер әйел болғым келеді деп алдына нақты мақсат қойып, жаңа өзін кәдімгідей қолға алады да. Енді бұның барлығын біз осы шақтан бастайық. Бұл сіздерде арман мақсаттарыңыз бар ғой қазір. Осы әртүрлі арман мақсаттарыңыздың барлығына жетуге болады. Әрбір әйел өзінің жеке хоббиі болғанын қалайды, өзінің барлық минус қасиеттерін плюске айналдырғысы келеді. Бірақ осы данный момент оның процесі ақша табумен ғана өтіп жатыр. Ол тапқан табысы бірақ жетпей жатыр деген сияқты да.
Енді мен сіздерге деңгей, осы 5 деңгейді айтқым келіп отыр. Осы менің қазір аудиториям тек әйел адамдары. Әйел адамдардың 5 деңгейі. Енді бірінші деңгей ол жұмыс жасамайды. Яғни оның ойында жұмыс жасаймын, табыс табамын деген ой жоқ әйелдер болуы мүмкін. Міне осы видеоны қазір мендегі 5 деңгейдегі әйелдер қарап жатыр. Бірінші деңгейдегі, екінші, үшінші, төртінші, бесінші деңгейдегі. Дәл қазір сіз өзіңізге осы 5 деңгейдің қайсысында екенсіз мұқият тыңдап, міндетті түрде жазып алып отырыңыздар. Енді бұны айтпас бұрын мен бірінші құпия сөзімді айтып кеткім келіп отыр. Онлайн сату курсын алу үшін. Бірінші құпия сөз жазып алыңыздар. Деңгей. Яғни деңгей деп жазып алыңыздар. Бірінші құпия сөз деңгей. Сосын жалғастырамыз. Жазып алдыңыздар деп ойлаймын да. Енді ары қарай. Міне осы видеоны әртүрлі деңгейдегі әйелдер қарап отыр. Енді қазір біз осы проблеманы шешу үшін не істеп жатырмыз? Соны анықтаймыз ғой қазір келесі этаптарда да. Сіз қазір өзіңізге осы міндетті түрде разборға келерде осы білу керексіз. Қай деңгейдегі әйел екеніңізді. Енді бірінші деңгей ол мүлдем жұмыс жасамайды, мүлдем табыссыз. Оған ешқандай да приход, денег келіп жатырған жоқ. Яғни ақша вообще келіп жатырған жоқ. Яғни ол әйелдің ойында енді әртүрлі ой болуы мүмкін. Бірінші вариант деп айтайын. Бірінші вариантта әйелдер ойлауы мүмкін, мен ақша табуға міндетті емеспін. Жаңағыдай, менің күйеуім табуға міндетті. Мен күйеуіме энергия беріп отырсам, күйеуімнің ақшасын дұрыс жаратып отырсам, күйеуіме мотивация беріп, бала шағамның жағдайын жасап отырсам, сол мен үшін бақыт дейді. Яғни ол қызмет жасап жатыр, өзінің тек отбасына ғана қызмет жасасам болды. Мен қоғамға қызмет жасау мен үшін ондай қатты маңызды емес. Менің күйеуімнің разылығы, Алланың разылығы. Демек мен балаларымның және күйеуімнің жағдайын жасасам болды. Мен ақша табумен басымды қатырмауым керек деген ниетте ол табыссыз. Яғни жұмыс жасамайды. Өйткені оның мышлениясында мен жұмыс жасауға міндетті емеспін деген ой бар. Соответственно, оның өмірі солай тек қана күйеуінің, бала шағасының жағдайын жасаумен өтеді. Сөйтіп балалары өседі, өздерінің отбасыларын тауып кетеді деген сияқты. Тек күйеуімен бақытты болып сондай қана өмір сүреді. Бірақ ішінде болуы мүмкін енді күйеу миллионер болса, ол онда жақсы. Ол бірінші деңгей. Ал енді екінші вариант бар. Ол студент болады, мамандық алады, күйеуге шығады. Күйеуге шыққаннан кейін барып, баласы дүниеге келеді. Сөйтіп бірінші баласын дүниеге келіп жатыр, екінші баласы дүниеге келеді деп та. Яғни менің жұмыс жасағым келеді, мен мықты маманмын, менің дипломым бар, алайда менің жұмыс жасауыма кедергі мына балаларым, менің жұмыс жасауыма кедергі ата-енем, менің жұмыс жасауыма кедергі мына күйеуім. Мен осы бала шағаға қарап, үйдің шаруасын жасап, мен жұмыс жасауға возможность менде болмай жатыр деген іште бір сондай бір өкіну, іште бір сондай бір сезім бар да. Мен на самом деле жұрттың басқа әйелдерге қарайды да, солар құсап жарқырап жүруіме болады, бірақ мен жұмыс жасай алмаймын ғой деп сылтау тауып алған. Яғни өзі на самом деле не хочет жұмыс жасауға, бірақ ол ойлайды, мен балаларым нем болмаса жұмыс жасар едім деп. Оны тоже мойындау керек. Түсінесіз ба? Яғни екінші вариант сондай оймен, мен жұмыс жасайын десем, күйеуім қарсы, үйде отыр, балаларға қарасам болды деп отыр. Сондықтан мен жұмыс жасағым келеді негізі, бірақ күйеуім қарсы. Енді жұмыс жасағым келеді, бірақ балаларыма қарай алмай қалама ғой деген сияқты ниетпен отыр. Бірақ келеді деген бір іште постоянно бір дзың сигнал ойнап отырады. Жұмыс жасау керек еді деп, бірақ оны істемейді. Сол деңгейде қалып қояды. Үшінші деңгей бар. Временно декретке шыққан, немесе пенсияға шыққан деген сияқты немен айналысарын білмей жүр. Сондай, олар жұмыс жасамай отыр, приход жоқ. Бұл бірінші деңгей. Әйелдердің бірінші деңгейі жұмыс жасамау. Варианттарын айтып кеттім ана. Енді екінші деңгей ол найымда жасау.
найымда деп отырғанымыз біреуге жұмыс жасау. Ол үкіметте болуы мүмкін, немесе частный бір кәсіпкерлердің қол астында жұмыс жасауы мүмкін. Оның ойынша белгілі бір мамандықты алды, жаңа жұмыс деген ол сол біздің ата бабаларымыздан қалған ғой, енді на самом деле жаңағыдай диплом алады, диплом алғаннан кейін біреуге жұмыс жасайды, сөйтіп 40-50 жыл жұмыс жасап пенсияға жеткенге шейін жұмыс жасау керек, пенсияға шығады, содан кейін болды деген сияқты, өмір осымен қызығы таусылды деген сияқты. Яғни оның образында мен өзім бизнес ашайын-ау, өзімнің мамандық, яғни найымға кіріп, біреуге кіріп, опыт алып, қабілет алып, үйреніп, мықты маман болып, сосын өзіме сенімділік келген кезде дальше өзіме жұмыс жасап, сол мамандық бойынша, ары қарай мен өсуім керек деген ой келмейді. Оның ойынша мен бизнес бастау менің қолымнан келмейді, мен артық миымды қатырғым келмейді, менің бар қолымнан келетінім біреуге барып жұмыс жасау, дайын айлықты алу, құдада тыныш, құдағайда тыныш, маған артық проблема қажет жоқ, маған осы айлық устраивает деп, бір жұмыс, яғни жұмыс ұнамай қалса, екінші жұмыс тауып алып, ол жұмыс ұнамай қалса, үшінші жұмыс тауып алып деген сияқты бір немен жүре береді, яғни бір методпен. Ол сол найымдаған жүреді, болды. Оның Аллах тағала оған көп байлық, табыс берейін десе, ол өзінің дефицитарное мышлениемен, яғни қазіргі таңда хит сөз, негізі дефицитарное мышление деп айтады, но бедное мышление деп айтайын, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін, бедное мышлениемен, яғни ол ешнәрсені көрмейді, ол ойлайды, шүкір Аллаға, айналасына қарайды, мыналардан шүкірімін, табысым жоғары деп, найымдағы деңгейлерге ғана көтеріліп, сонымен жүре береді. Бұл екінші деңгей. Өзіне жұмыс жасамайды, тек частныйларда жұмыс жасайды. Үшінші деңгей бар, ол өзіне жұмыс жасайды. Яғни өзіне жұмыс жасағанда мынандай варианттар бар да. Қызмет саласы, қызмет дегеніміз, ол эксперт болуы мүмкін, өзінің услуга, яғни услугасымен айналысады. Ол салон мастері ма, мұғалім ба, дәрігер ма, жаңағыдай инфобизнесмендер ма, қазіргі маркетологтар ма деген сияқты фрилансерлар. Екіншісі ол сауда-саттық, яғни бір нәрсе сатады деген сияқты. Осындай өзінің жаңағы бір офисын ашуы мүмкін, кабинетін ашуы мүмкін деген сияқты. Мысалға екі мысал келтірейін. Біріншісі саудамен айналысады, бірақ осы үшінші деңгейдегі ол өзіне жұмыс жасағанда оның ешқандай командасы жоқ. Оның Инстаграм, яғни маркетингті қолға алмаған әлі. Инстаграмды жүргізу мүмкін біреулерден көріп, бірақ кейде жүргізеді, кейде жүргізбейді. Таргетті жіберуге қорқады, яғни бюджетті ақтай алмай қалады шығармын деген қорқынышы бар оның. Сол үшін ол тек қана жаңағыдай тегін жолдарды ғана пайдаланады. Яғни андай таргетке жіберіп, өзінің целевой нақты аудиториясын алып келмейді, ол тек тегін клиент әкелу жолдарын ғана пайдаланады. Ол сол деңгейден өспейді болды. Мысалы, саудамен айналысатын болса, бутик ашады, продавец алмайды, өзі тауарды да өзі заказ береді, өзі сатады, өзі Инстаграмды анда-санда бір жүргізеді, таргетті да анда-санда жіберуі мүмкін, ето жіберсе қойшы құрсын, таргет невыгодно деп сатуы керек оны деген сияқты, босқа шығындалып жатырмын деген сияқты, тек сондай жолмен жүріп жатыр. Ода келесі төртінші деңгейге өсейін-ау, команда алайын-ау, тұрақты таргет жіберейін, маркетингпен айналысайын деген ода ойы жоқ. Ең басы тегін жолмен клиент әкелсе болды, соған осы өміріме қанағат деген оймен жүр. Біреуге жұмыс жасап жатқан жоқпын ғой, әйтеуір деп өз уақытым өзімде ғой деген сияқты. Мысалы, массажист болатын болса, ол тоже команда алмайды, өзі клиентті де өзі табады, массажды өзі жасайды, Инстаграмда өзі жүргізеді деген сияқты. Бұл үшінші деңгей. Төртінші деңгей бар, ол уже руководитель өзінің бизнесінде. Ол тұрақты түрде Инстаграмды жүргізеді. Оны Инстаграмда өзі жүргізбейді, СМ маманы жүргізеді ода. Таргет, регулярно таргет жүріп тұр. Клиент қаяқтан келіп жатырғанын біледі. Таргетті таргетологы жүргізіп тұр. Потом ол массажист болатын болса, ол уже и массажды да өзі де жасауы мүмкін, өзі эксперт ретінде, но қымбатқа жасайды. И плюс командасында массажисттер бар. Өзі үлкен жаңағы кабинет ашып алған,
и сол жерде өзі де массаж жасайды, и қасында массажисттері бар, оларды процентпен отырғызып қойған деген сияқты да. Яғни сондай бір өзінің бір үлкен орталығы бар. Болды. Ол ары қарай 5-ші деңгейге көтерілген жоқ. Оған еще көтерілуге болатын еді да. Ал енді саудаға мысал келтіретін болсақ, оның бір бутигі бар үлкен. Киімдер алып келеді, Инстаграм біреу жүргізіп отыр, таргетін біреу жүргізіп отыр, продавецісі бар, и сол бір бутигі барына шүкір деп жүр. Дальше өсуді ойламайды. Яғни менің бутигім бар, мен кәсіпкермін, осы табысыма шүкір, менің де жасап жатырмын, жасамай жатырғандар бар ғой деп, сол деңгеймен қалып қояды. Бұл 4-ші деңгей. Енді барлығымыз стремиться ету керек 5-ші деңгей бар. Осы негізі 5-ші деңгейге жететін болсаңыздар, барлық арман мақсаттарыңызға жетер едіңіздер да. 5-ші деңгей ол қандай? Яғни сіз, мысалы, енді жаңа 2 мысал келтіре берейін. Саудамен айналысатын болсаңыз, өзіңіздің бір бутигіңіз бар болса, сол жерде сіз уже руководитель қойып қоясыз сол бутигіңізге. Яғни ол руководитель жаңағы тауардың келуімен, қандай киім керек, қандай киім мода болып жатыр, соны қарап отырады, продавецтің үстерінен қарап отырады, сауда болып жатыр ма, болмай жатыр ма, СММ маманың үстінен, таргетологтың үстінен деген сияқты солардың барлығын қарап, кәдімгі сіздің бір бутигіңізді сіз жүргізбейсіз, жаңа бастық руководитель жүргізіп тұрады. Сіз сол руководительдің үстінен қарап тұрасыз. Сол сияқты бір бутигіңіз бар, 2-ші бутигіңіз бар, Алматыда, Астанада, Ақтөбе деген сияқты барлық қала бойынша өзіңіздің бутигіңізді құрып тастағансыз, франшизаңыз сатасыз. Және де өзіңіздің жеке брендіңізді қалыптастырған өзіңіздің Инстаграмда парақшаңыз бар. Сіз уже бірінші доход ол бутиктен доход тауып отырады. Екінші ол өзінің онлайн, офлайн курстарын жасайды. Мысалы, именно осындай саудамен 0-ден бастап қалай айналысуға болады. Осылай қалай өзінің бутигін айналдырып руководитель болуға болады. Қазір өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар. Алтын бизнесін үйретемін, Қытаймен бизнесті үйретемін, карго ашуды үйретемін деген сияқты мамандар шығып жатыр да. Вот сол сияқты ол уже отырмайды жаңадай. Оның бірнеше магазин точкалары бар. Еще ол өзінің жеке брендін қалыптастырып, консультация өткізеді, тренингтер өткізеді, бизнес завтрактар өткізеді. Жаңа еще өзінің курстары бар, менторствосы бар. Яғни осы 5-ші деңгейдегі ханымдар өздерінің бір бизнесін айналдырып алды ғой 4-ші деңгейде. Руководитель алды, одан бар 2-ші бизнесті ашты, 3-ші бизнесті ашты. Ол не істеді? Өзіне навык алды, командамен жұмыс жасауды, маркетинг саласын барлығын үйренді ғой. Міне Б точкаға жетті ғой. Енді ол мына жақтан білім алып жатыр. Мына жақтан білім алып, өзіне қабілет алып, соны үйреніп практиковать етті. Еш нәрседен қорыққан жоқ да. Ал мына жаққа қарай, мына 4-ші деңгейдегі ханымдарды көретте, сол 4-ші деңгейдегі ханымдарға осы 5-ші деңгейге қалай жетті, ақшаға консультация өткізеді, оларға айтып береді жолын. Оларға арнап курс жасайды, оларға арнап тренинг өткізеді деген сияқты, түсініп отырсыз ба? 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші деңгейдегі ханымдарға үйретеді осы өзінің жолын. И сіздердің барлықтарыңызда осы 5-ші деңгейге жетуді ойлау керексіздер. Яғни, мінекей көріп отырсыздар да, әйел адамдары 1-ші деңгейден 2-шіге, 2-шіден 3-шіге, 3-тен 4-ке, 4-тен 5-ке, ары қарай да үлкен табысқа жетуімізге болады. Ол үшін де бізге Алла тағала соны жасаңдар. Мына мен сіздерге осы әлемде барлық байлықты сіздер қолдансын, сіздер пайдалансын деп, осы білімдердің барлығын, осы өсу деңгейлердің барлығын сіздерге арнап жасадым деп айтып отыр да. Яғни бізді дүниеге алып келді ғой. Дүниеге алып келгеннен кейінде мен сенің Раббың емеспін бе деген бір сұрақ қойған екен. Және сол сұраққа сен ойланба дейді. Мен ол сұрақты саған қойдым дейді. Және сол сұрақтың жауабын мен саған өзім бердім дейді да. Сен дымда ойланып қажет емес дейді. Мен сенің Раббыңмын. Сен қай жерде мына деңгей бойынша өтпей жатырған ханымдар, олар жаңа бір әрекетті жасауға қорқады. Жаңа бір нәрсеге қадам басуға қорқады да. И сол қорқынышына өзі сеніп, алға қарай қадам баспайды. Негізі оның қалауы көп.
жұмыссыз отырған әйел жұмыс жасағысы келеді, найымда жүрген ханымдар біреуге жұмыс жасаудан шығып кетіп өзіне бизнес ашқысы келеді, жаңағы бутигі бар ханым өзіне команда алғысы келеді, бағасын өсіргісі келеді да, жаңағы бутигін үлкейткісі келеді, екінші дүкенді алғысы келеді. Адамда қалау бар, бірақ олар қорқады. Қой, менің қолымнан келмейтін шығар, жасай алмай қалсам не болады деп қателесуден қорқады, позор болып қалудан қорқады, ақшаны жоғалтып алудан қорқады деген сияқты қорқыныштар талдай берсек өте көп. Бірақ Алла тағала барлығын біз үшін жеңілдетіп қойған. Біз бұл өмірге жалпы құр келдік, дымсыз, ешқандай байлықсыз, ештемесіз келдік. Алла тағала бізді бұл өмірге не үшін жіберген екен? Құлшылық ету үшін жіберген екен. Тек құлшылық ету ғана маңызды. Сіздер негізі на самом деле нәтижені қалайсыздар? Всегда ожиданиемен өмір сүресіздер. Ожидание, яғни мен таргет жіберетін болсам, таргеттен клиент точно келе ме екен, келмей ме екен, мен қалай білемін? Ол бұлыңғыр ғой деп та, например. Мен команда алсам, точно мен бизнесім өсіп кете ме екен деген сияқты. Лучше көрмей-ақ қояйын деп та, например. Менде бұрында СММ маманы болдым ғой, сол кезде менде Инстаграме миллион деген курстарым болды. Сол кезде таргетті үйрететін болдым, сториске шығуды, тікелей эфирге шығуды. Сол кезде ханымдар өте қатты қорқатын болды да, оны шығуға. Шынымен шықсам, жаңағы ақтай алам ба деген сияқты да. А на самом деле бізде потерять-то нечего. Яғни біз бұл өмірге құлшылық ету үшін келдік. Енді мен қазір сіздердің өмірлеріңізді жеңілдету үшін не істеуге болатынын айтып беретін боламын. Енді қараңыздар. Құлшылық деп отырғанымыз бұл өмірге келгендегі миссияларыңызды айтып берейін мен сіздерге. Біз құлшылық ету үшін келдік. Құлшылықтың артында ниет ету және әрекет ету тұрды. Енді осы ниет және әрекет деген не ол екен, мен сіздерге бөлсе кетейін да. Ниет деп отырғанымыз сізде ішіңізде қалау бар. Сіз всегда бір комнатты үйден екінші комнатты үйге, екі комнатты үйге жетіп алғаннан кейін үш комнатты үйге, үнемі сіз өзіңіздің өміріңіздің сапасын жақсартып отырғыңыз келеді. Сізде соған желание бар да. Көлігіңіздің де сапасын, қымбаттырағын ала бергіңіз келеді. Киімді де әр тойға бір киімді киіп бара бергіңіз келмейді. Әр тойда әртүрлі болып киінгіңіз келеді деген сияқты да. Үнемі сізде өміріңіздің сапасын жақсартуға деген бір қалау бар. Үнемі өйткені сіздің ішіңізге Алла тағала нәпсі салып берген да. Оны қазір толығырақ тоқталатын боламыз нәпсіге. Бірінші ниетті сізге түсіндіріп алайын да. Яғни сол қалау бар ғой сізде. Көзіңіз тоймайды. Тәтті тамақты да жей бергіңіз келеді, күшті киімдер алғыңыз келеді, күшті бай өмір сүргіңіз келеді. Это же классно. Ол қалауды бізге негізі Аллах тағала салып тұр екен. Чтоб біз өмірден бір орында тұрып қалмауымыз үшін, бізге сөйтіп миымызға идея, мақсат салып тұрады екен. Айналайын, Ахпатжан, отыра берме. Давай, там мынандай жетістікке жет. Алда сені мынандай жетістік күтіп тұр деп ішіңізде анандай бола ма сіздің? Ну ничего, қазір все нормально, но мен түбі бай болам. Мені түбі жарқын болашақ күтіп тұр деген сияқты бір ішіңізде бір сенім бола ма? Сенімділіктің өзін сізге махаббатпен Аллах тағала беріп тұр. На самом деле, да. Енді Алла сізге барлық байлықты беріп, сізге көмектескісі келеді, бірақ оны сіз өзіңіз жүрекпен қабылдауға дайын емессіз. Өйткені Алла тағала сіздің жаңа үстіңізден бетіп қарап тұр да. Ну, давай мен саған не берейін, сен менен сұра дейді. Алланың өзі мынандай методпен өмір сүреді екен. Яғни бізде жалпы өмірде де осындай принцип бар, осындай заңдылық бар. Сұрамаған адамға көмектеспе. Сұрамаған адамға сенен ешқандай көмек сұрап тұрған адамға көмектеспе. Сенен ақыл сұрамай тұрған адамға ақылыңды айтпа. Біреудің бақшасын қазба. Сен өзіңнің бақшаңды ғана қаз деп айтады да. Сол принциппен сен өмір сүретін болсаң, онда сенде ақша келетін әрекеттерді жасауға энергияң көп болады деген сияқты. Басқа біреудің өмірінде шаруаң болмасын. Басқа біреуді түзетумен әуре болма.
өзіңмен алыс өлгенше деп неге айтады? Соны яғни сен барсың и мен бармын дейді Алла. Болды, басқа біреуде шаруаң болмасын дейді. Ал біздің керісінше энергиямыздың барлығы жұртта. И Алланың өзі бізге сол заңдылықпен өмір сүр дейді, және ол өзі де сол заңдылықты пайдаланады екен. Яғни сіздің төбеңізден қарап тұрады да, так, мен сенің Раббың емеспін бе дедім. Мен бұл құлыма қалауды салып тұрмын. Яғни мына байлыққа, мына қазір А точкадан Б точкаға жетуін, Б точкадан С точкаға жетуін қалауды салып беріп тұрмын дейді да. Қалауды салып тұрғаны менен сұрасыншы деп салып тұр. Менен мынау сұрасыншы, мен берейін дейді. Ана қалауды салды, сол қалауға жетуге болады сізге. Уже оны берейін деп тұр, байлықты берейін деп тұр, барлық сіздің сұрағаныңыздың барлығын бергісі келіп тұр. Дап-дайын тұр міне төбеңізде. Бірақ сіз Алладан сұрамайсыз. Вообще сұрамайсыз. Оған қалай жетуге болатынын да ойламайсыз. Просто қалау келді, ұшып кетті, болды. Ол идеяны сізге келген қалауыңыздың барлығын дәптерге түсіріп, оған қалай жетуге болады, жоспар құрып, жоспардан кейін әрекет жасап деген сияқты сізде ондай нәрсе жоқ. Қалау келді, ой қой құрсын, бұған жету қайда? Қалыпта ақша жоқ, оған жету невозможно, это просто иллюзия. Бұл менің арманым ғой дейді, болды. Арманым дегенді адам қолы жетпейтін бір просто миф деп ойлайды да, адам сол жерден өзін тастап жібереді. На самом деле, неге мына жерді қараңыздар, Алла бізге көмектескісі келеді, және расында дейді, Алла қандай да бір қауымды өз ішінде өзгермейінше, Алла ол қауымды өзгертпейді. Бұны тыңдап жүрген болуларыңыз да мүмкін. Алланың әмірімен оны алдынан да артынан да алма-кезек бақылайтын, һәм қорғайтын, не істеп не қойғанын түгел жазып отыратын періштелер бар дейді. Қандай да бір қауым өз ішінде рухани тұрғыдан жұтап өзгермейінше, Алла ол қауымды өзгертпейді. Яғни жамандыққа душар етпейді дейді. Егер Алла бір қауымның басына қандай да бір жамандықтың келуін қаласа, оның бетін ешкім де қайтара алмайды. Адамдарға Алладан өзге қамқор болатын ешкім жоқ деп жазып қойдық, иә? Енді бұл неге? Яғни бізде екі вариант бар. Біреуі, қалауды Алла салды сізге, бір нәрсені қалап тұрсыз, бір нәрсені жасағыңыз келіп тұр. Сол жерде қорқыныштарыңыз бар сіздің. Соны жасауға жолын білмейсіз, қандай әрекетті жасап бастарыңызды білмейсіз. Бірақ сол жерде сіз ниет етіп, дұға етіп Алладан, Алла Тағала, мен осындайды қалап тұрмын, сен маған осының жолын көрсет десеңіз, сізге сразу мен қалай жетсем болады осыған деп өзіңізге сұрақ қоятын болсаңыз, Алла Тағала сразу сол сұрақтардың жауабын береді. И соның барлығын өзіңіз ойлануыңыз керек. Міне мен мына нәрсені қалап тұрмын, мен қалай жетсем болады деп ойлаған кезде Алла Тағала сізге жауабын береді. Соның барлығын қағазға жазып аласыз. Одан кейін барып, соны қағазға жазып аласыз, соны қалай болғанын қалайсыз, Алладан сұрайсыз. Міне Алла Тағала, қазір мен таргет жібергелі отырмын. Таргетті осы менің именно осындай адамдарға көрсетші. Менің осы өніміме мұқтаж адамды сен өзің осы таргет арқылы алып келші. Және ол адамдарға менің жақсы түсіндіруіме маған көмектесші, маған энергия берші деп та. Және ол кісілер келгеннен кейін менен сатып алып, жақсы нәтиже шығарса екен деп та. Яғни бәрін как положено сұрау керексіз да. Сұрайсыз да, потом уже болды. Без ожиданий әрекетіңізді жасап кетесіз. Түсініңіз ба? Ол бірінші вариант. Сол кезде сіз одан сұраған кезде Алла Тағала сіздің әр ісіңізге араласып, ол сізге керек адамды кездестіріп, таргет жіберем деп тұрсыз ба, таргетологта келіп, ана сатқыңыз келетін кезде сізге именно сіздің тауарыңызға мұқтаж адамды алып келіп, өзі сіз қалаған жолды бүйтіп ашып береді. Оп-оңай жете саласыз. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант бар. Ол қазір көп адамдар сол екінші вариантпен өмір сүріп жатыр. Екінші вариантта сіз өзіңіз мына әлем туралы қалай ойлайсыз? Яғни сіз жақсы оймен өмір сүретін болсаңыз, өміріңіздің барлығы жақсы болады. Жаман оймен өмір сүретін болсаңыз, өміріңіздің барлығы жаман болады. Өйткені сіздің жаныңызда періштелер бар. Жаман ой айтсаңыз,
әумин дейді, болды. Алланың өзі айтады, қандай да бір құлым мені қандай деп ойласа, мен сол құлыма сондаймын дейді. Болды, мен ол өзі өзгермейінше мен оны өзгерте алмаймын ғой дейді. Оған мен ешқандай құлыма мен жамандықты бермеймін, мен наоборот жақсылықты берем дейді. Яғни мен наоборот, сен жақсыны қала, сен мынадан да жетістікке жет деп мен алдына оған идея бере берем, миына сенімділік беремін, бірақ ол не істейді? Мені таңдамайды ол. Шыны таңдайды, шайтанды таңдайды. Яғни қорқады, қиындатады. Все, что просто, это рост дейді. Все, что сложно, это ложь дейді. Сізде таңдау өзіңізде. Сложно қыласыз ба, бәрін қиындата бересіз ба? Или барлығын просто жасап өсіп кетесіз бе? Просто жасау дегеніміз, ол андай қателесуден қорықпау. Бір рет жасадың, не нәрседен қателік кетті, анализ жасадың да екінші рет жасап көрдің. Ол жерде сен уже Москваны құрасың. Ал егерде сен бір жасап көргеннен Москва құрылмай қалса, ой, мына болмайтын әңгіме деп екіншісіне барса, бір келіспеген нәрсе, сол ситуация барлық жерден де қайталана береді. Қазір мен оны сіздерге талдап тұрып көрсететін боламын. Енді жаңа екінші вариант дегеніміз, сіз қазір мен таргет жіберемін, таргетім атпай қалады, мына клиенттен сатудан қорқып тұрмын, явно алмайды шығар, қой мына клиенттерден нәтиже шығара алмай қалады сияқтымын, ой ертең найымнан шығып кетіп бизнес бастасам жасай алмай қалады сияқтымын деп жамандықтың бәрін ойлай беретін болсаңыз, ой қазір мен эфирге шығатын болсам позор болып қалады шығармын, мен жаңа сөздерімді ұмытып қалады шығармын, қазір мен блогерден жарнама алсам, ол жарнаманың ақшасын қайтадан өте алмай қалады шығармын деген сияқты ой болып тұрса, Аллах нағыл дейді, ну если ты так хочешь, пускай сенің қалауың бола салсын дейді. Кстати, бір ескерте кететін жағдай, мен енді осы видеода кешірім сұрап қойын, таза қазақша сөйлей алмаймын, арасына орысша сөздер қосылып тұрады. Сол миыңызға сол давка болып тиіп тұрған кезде миыңыз айтасыз, мен ешкімге ешқандай шарт қоюға міндетті емеспін. Бұл кісі өзі барынша сөйлеп жатыр, әйтеуір барымен. Осы кісіні осылай қабылдайын деп қабылдауды үйреніңіз. Хорошо, өйткені миыңыз соған откликация етіп, керемет ақпаратты вникать етіп ала алмай қалу қаупі бар. Сондықтан мен сізге просто барынша пайдалы болғым келіп жатыр, сол үшін ескертіп жатырмын. Все, яғни өміріңіз туралы жақсылық ойласаңыз, өміріңіз жақсы болады. Әрбір іс-әрекетте жақсылық ойлайтын болсаңыз, жамандық ойлайтын болсаңыз, жаман болады. Бұл екінші позиция. Енді жаңа мен айтып жаттым да, бірінші деңгейден екінші деңгейге өсіретін, екінші деңгейден үшінші деңгейге өсіретін, ол всегда бізде іште нәпсі беріп қойған. Сонымен де сіздерді таныстыра кетейін, чтобы өздеріңізді түсіну үшін. Өйткені всегда декреттегі аналар үйде отырады да жұмыс жасағысы келеді. Найымда жүрген адамдар табыстың вершинасынан шыққан кезде табыс аз деп өзіне жұмыс жасағысы келеді деген сияқты. И всегда адам тауып жатырған табысын обесценивать етіп жіберуі, өзінің құндылығын обесценивать етіп жіберуі, оның барлығы неден? Сол нәпсінің қанағаттанбауынан ғой негізі. Бірақ нәпсіні біз Аллаға біз құлшылық ету үшін келдік қой. Сол құлшылық ету үшін, Алла тағаладан дұға етіп сұрау үшін берілген инструмент. Біз ол нәпсіні жақсы жаққа да пайдалануымызға болады, жаман жаққа да пайдалануымызға болады. Біреулер нәпсілерін тия алмай зорлаумен айналысып жатырған болуы мүмкін, ұрлықпен айналысып жатырған болуы мүмкін деген сияқты, яғни сондай нәрселермен өзінің өмірін құртып жатырған болуы мүмкін. Біреулері ақылды адамдар, саналы адамдар, миларына вложение жасап, яғни инвестиция жасап, сондай білім алған оқырым адамдар, олар нәпсілерін жақсы жаққа пайдаланады. Яғни нәпсі ол тек қана құлшылық Аллаға жетелейтін инструмент. Яғни ол всегда аш болады, оған всегда аз болады. Ол Алладан сұрау үшін берілген. Сұрамаса, ол нәпсі қаламаса, біз жұмыс жасамаймыз. Алайда дәл осы жерде нәпсі қалайды ғой, новый жаңа сотовый телефонды біреуден қалып қалғысы келмейді. Жаңағы айнала ортасынан қалғысы келмейді. Ортасының барлығында жақсы үй, евроремонт алған үй болатын болса, ол да сондай үйді қалайды.
ортасының барлығы жақсы көлік мініп жүрген болса, ол да жақсы көлік мінгісі келеді. Мысалы, бауырларынан қалғысы келмейді, подругаларынан қалғысы келмейді да, былай қарағанда. Сол үшін не істейді ол? Оның мышлениясы дефицитарная. Оның мышлениясы ақша әкелетін қандай әрекет жасасам болады? Как можно быть еще лучше? Как можно быть еще лучше? Мен қалай еще мен өмірімнің сапасын тағы қалай мен жақсарта аламын дегенді ойламайды миы. Оның миында шектеу өте көп, да? Шектеу көп болғаннан кейін барып, ол менің табысым осы ғой, барымда, нарымда. Қолынан келгенде осы ғой. Мен не істей аламын енді басқа? Придется маған кредит алып алуға. Маған обидно, мен ортамнан қалғым келмейді. Барлығы той жасап жатыр, неге мен той жасамасқа? Дейді да, не істейді ол? Қалауының барлығын, нәпсі қалап тұрады ғой. Сол қалауының барлығын барып кредитке алып алады. Потом придется и кредит төлеуге, и аштан қалмас үшін жаңағы тамаққа, яғни күнделікті шығынға төлеуге. Понимаете? Алла тағала бізге нәпсіні не үшін беріп қойған? Чтобы біз мына әлемде бүкіл байлық берілген ғой. Сол байлықтың барлығына біз жетуіміз үшін. Нәпсіні не үшін беріп қойған? Чтобы біз ұйықтап жатпас үшін. Біз тек қанағаттан, міне үй алдым, көлік алдым, бір рет шетелге шығып келдім, болды, осы жетеді деген нәрсемен отырмасын бір орында. Қоғамға қызмет ету арқылы, өзінің білім алу арқылы алға қарай тек өсе берсін. Процесс тоқталмас үшін нәпсі беріп қойған. Түсініңіздер ма? Нәпсі дегеніміз ол жақсы, қалау деген жақсы. Просто сол кезде қалауды кредитке барып алып алмай, қалай мен табысымды арттырамын деп шамалы алға қарай қадам басу керек. Бай адамдар ақша табу үшін барлық қолынан келген әрекеттерін жасайды. Ал кедей адамдар ақша таппау үшін қолынан келгеннің барлығын жасайды. Кеттік, келесі уровень. Енді қараңыздар. Міне, бізде барлығы өзіміздің әуел бастан осы мына 5 деңгейдегі әйел адамдар қарап отырсыздар ғой. Осы бесеуіңіздің барлығыңызда нөлден бастадыңыздар. Барлықтарыңызда табыссыз отырған күндеріңіз болды. Енді осы ақша табуға біз бір қадамды бастадық қой. Да? Сол қадам қандай ниетпен басталды? Сол маңызды. Понимаете? Сол маңызды. Енді сіздер осы ақша табуды қандай ниетпен бастадыңыздар? Соны бірге анықтайық. Енді вообще ақпарат енді одан сайын қызық болады да. Қазіргі сіздің нәтижеңіз, жеткен нәтижеңіз да, өзіңіздің сол А точкадегі бастаған ниетіңізге қарай алғаныңыз. Ол қалай? Қызық па? Кеттік ендеше. Бері қарай жақындап ұйқыдан ояныңыз. Так, енді жалпы бірінші деңгейден бастайық енді. Мына төртінші деңгейдегілер өздеріңізше болмаңыздар. Мына анықтап алыңыздар. Сіздерде қазір қай жерден қателік кетіп отырғаныңыз барлық деңгейді талдап беретін боламын. Пачақ-пачағымен. Енді бірінші деңгей. Қазір араларыңызда жұмыс жасамай отырған ханымдар болуы мүмкін. Енді кезінде сізде осылай жұмыс жасап бастаған болуыңыз мүмкінсіз. Біріншісі, енді варианттарын айтайын. Табыссыз отырған әйелдердің варианттарын. Немесе бұны екі шартта қарастырайықшы. Біріншісі, қазір данный момент табыссыз отырған әйелдер болса, сіздер өздеріңізге мынаны түйіп алыңыздар. Яғни мен жұмыс жасағаныңыз келеді ғой қазір. Жұмыс жасағаныңыз келіп отыр. Сол үшін де сіз осы видеоны көріп отырсыз. Сізде ниет бар баюға деген да. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан мен қай вариантқа жатам деп соны ұғынып отырыңыз. Ал енді екінші, үшінші, төртінші, бесінші деңгейдегі әйелдер болатын болса, сіз әуел бастан жұмысты бастағандағы ниетіңіз осының ішінде қайсысы болды, қай вариант болды, соны түртіп отырыңыз. Келісіп алдық па? Все, кеттік. Енді бірінші вариант, ол өзінің мамандығымен жұмыс жасағысы келеді. Оған мамандық ұнайды, қоғамға қызмет еткісі келеді. Яғни, бізде жалпы шартты өмір қалай? Мамандықты аламыз, сол бойынша жұмыс жасайын деген идея бар бұда. Біздің өзіміздің аналарымыз өткен сөйткен ғой енді. Мектеп бітіреді, мектептен кейін колледж, универ оқиды, мамандық меңгереді. Сол мамандықпен қартайғанша, пенсияға шыққанша жұмыс жасайды.
содан кейін болды немере бағып үйде отырады деген сияқты да. Вот сондай, ол әйелде сондай мышлениесі дефицитарное, что ол басқаны даму, байлыққа жету деген деңгейлерді ол түсінбейді. Оның мышлениесі мен диплом алдым, сол дипломмен жұмыс жасауым керек деген идея бар. Енді сол мамандығымды оқыдым, енді белгілі бір зарплатаға өмір сүрем. Енді сол ақшаны алады ғой, мамандық бойынша жұмыс жасап ақшаны алады ғой, сол ақшаға өзін байлайды, сол ақшаға құл болады. Яғни оны ақшаны алады, сол табысқа не жетеді, соны алады, жетпегенін кредитке алады. Сөйтіп пенсияға шыққанша дейін сол методпен өмір сүреді, оның өмірі солай айнала береді. Ол басқа жетістікке вообще жетпейді. Өйткені оның мышлениесі сондай болды. Оның басқа ой жоқ, одан нейронда тек қана бір А точка мен Б точкасы не болса да осыған көндігем, мамандығым бойынша жұмыс жасаймын, пенсияға шыққанша сол тапқан ақшама байланысты ғана құртам. Болды. Ода өсу ондай болмайды. Өйткені ниеті сондай. Ниеті мамандықпен жұмыс жасағысы келеді. Ол сол бір зарплатамен өмір сүреді, болды. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант, ол жұмыс жасаудағы ниеті күйеуінен ақша сұрағысы келмейді, күйеуінің ақшасына отчет бергісі келмейді, немесе күйеуіне көмектескісі келеді. Енді ол үйде отырды, жаңағыдай, күйеуі ақша табады. Күйеуі ақша табады, оның әйелдің өзінің қалауы бар, подружкалеріне қарайды, қымбат киім алғысы келеді, косметика алғысы келеді, ол да шетелге шыққысы келеді, қыдырғысы келеді подружкалармен. Бірақ оның күйеуі өз тауы жатырғасын, ана әйелді басынғысы келеді да. Экономда, не керек сол құтырған қатындармен шығып? Не істейсің оны, сенің көйлегің бар емес па, көп емес па? Мен де алып отырған жоқпын ғой киімді деген сияқты да. Ақшаны не болса соған құртпа деген сияқты болады. Но ана әйел дегеннен тоже хочет бір нәрсені, бір измененияны. Оның нәпсісі маза бермей жатыр да. Ты большего достойна, сен бұл өмірден де күшті өмірге лайықсың деп. Өйткені оның күйеуі андай ойламауы мүмкін, ақшаны әкеп береді әйелге, қалай жеткізсең олай жеткіз. Ол күйеуде де даму деген ой болмауы мүмкін. Жұмысқа барады, келеді, шаршадым деп жатады, аяғын көтеріп рилс қарап деген сияқты. Күйеуде де даму болмасын, ана әйел ойлайды сосын, қой құрсын, не болса да жұмыс жасайын мен, күйеуіме көмектесейін деген ниетпен жұмысты бастап кетеді. Сондай ниетпен. Кейбіреулер бар, жаңағы күйеуі не алдың, отчет бер деп отырады да, күйеуінің алдында чувство вины болуы мүмкін.